Караванымызға жайғасып алдық та, кішкене демалайық деп офистан көрпе жастығымызды сатып алдық. Сатады екен. Жолдан кішкене шаршап келгендіктен кішкене демалдық. Одан кейін уже фермаға жақын деген осындай ауылға жүріп қайтайық деп шықтық. Шығып, таңғалып, тамсанып жүрміз, өйткені бізге енді үйреншікті нәрсе емес қой, күнде көріп жүрген жоқпыз, иә. Осылай видеоға түсіріп, туған туыстың бәріне жіберіп деген сияқты. Одан кейін Шотландияның табиғаты енді керемет, сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Оны көру керек, сезіну керек. Мына жерде уже контрактқа қол қоюға бара жатқан сәтіміз. Заодно сіздерге стирканы да көрсетіп кетейін. Бұл жерде осындай бөлме бар, прачный деп айтама қалай, короче. Осы жерге сумкаға киімдерін салып, порошогымен бірге кеп тастайсың, жуып, кептіріп, қайтадан іліп қояды екен. Бұл сәт уже біз контракт қол қойып жатырмыз контрактіге, бізге түсіндіріп жатыр, қалай, не болады деген сияқты. После контракта автобусқа мініп алдық та, жақын деген Перт деген қалаға барып, продукт алып қайтайық, кішкене аралап қайтайық деп шықтық. Күшті, әдемі, барлығы бірінші рет көріп тұрғандықтан бізге өте қызық, әдемі болып көрінді. Арзан киімдер, арзан магазиндерді бәрін көрдік. Мынау деген біз Lidl деген магазин, біздің как Small, Magnum сияқты продуктовый магазин ғой. Бағалары біздің Қазақстанмен почти бірдей деп айтуға да болады. Иә. Солай продукты жасап алдық та үйімізге қайттық. Ертесі күні уже бірінші жұмыс күні басталды. Бірінші жұмыс күні менде осындай жұмыс болды. Осындай клубникалардың шөптерін, керек емес гүлдерін жұлып шығасың деп айтты. Осылай бір рядтан екінші рядқа ауысып отырып жұмыс жасадық. Жұмыстың арасында 3 сағат сайын брейк деген болады. Ол пауза, шай ішіп алуға болады, тамақ жеп алуға. Тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.